алып талант, алып бейнелер жасайды. Биыл сахна серкесі ұлттық кәсіби театр өнерінің негізін қалаушы, Қазақстанның халық әртісі, социалистік еңбек ері атанған Серке Қожамқұловтың туғанына 125 жыл толды. 65 жыл қазақ сахнасында еңбек етіп, 200-ден астам кейіпкерлерді сомдаған, 25 фильмдерге түскен тұлға, қазақ киносының дамуына да сүбелі үлес қосқан. Бүгінгі ұрпаққа қайталанбас болмыс бітімді талантымен мойындалған Серке Қожамқұлов 1896 жылы Қостанай облысының Қарабалық ауданына қарасты 13-ші ауылда дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі Серәлі. Бала күнінде анасы Серкем деп еркелетсе керек. Осыдан кейін ел аузында Серке аталып кетіпті. 1925 жылы Қызылорда қаласында тұңғыш ұйымдастырылған қазақ драма театрына Қожамқұловтың шақырылуы оның актерлік өміріне даңғыл жол салған елеулі оқиға болды. Осы тұста сахна өмірінен тәжірибесі мол Қожамқұлов театрдың алғашқы режиссері ретінде қызмет етті. Ол 30-шы жылдардан бастап Райхан, Амангелді, Ана туралы аңыз, Тыныштық, Біздің сүйікті дәрігер, Алдар көсе, тағы басқа фильмдерге түсіп, Қазақстанның кино өнерінің дамуына өз үлесін қосты. Қостанай облысы Қарабалық ауданында да Серке Қожамқұловтың құрметіне балалар өнер мектебінің атауы берілген. Серке Қожамқұловтың соңында қалған мұрасы ұлттық өнеріміз үшін тағылымы мол рухани қазына.